Армысыздар, құрметті көрермендер, Уақыт ТВ арнасы ұсынады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әйелдердің қорылдауы жайлы айтатын боламыз. Ұйықтап жатып қорылдау ерлер үшін де, әйелдер үшін де қауіпті. Дәрігерлер әйел қорылы аса қауіпті әрі бүкіл ағзаға зияны бар деп дабыл қағып отыр. Оның себептері қандай? Жалпы қорылдау дегеніміз не? Жүрек бұлшықеттерінің функциясын ерте кезден бұзады. Бұл көбінесе сол жақ жүрекшенің ұлғаюымен байланысты. Сол жақ жүрекше деп отырғанымыз не? Адамның барлық қан айналымын жүргізетін мотор. Ол ұлғайған кезде және қабырғалары жуандаған сәтте миокардқа айтарлықтай салмақ түседі. Яғни жүрек соғысы одан әрі жоғарылайды. Осылайша жүрек уақыт келе қанды толыққанды айдай алмайтын жағдайға жетеді. Зерттеулер айтулы процесс ер азаматтарға қарағанда қорылдайтын әйелдерде көбірек кездесетінін дәлелдеді. Қорылдайтын әйелдер жартысынан көбісінің ұйқымен проблемалары бар. Таңертең мұндай әйелдер шаршап оянады. Оған қоса ерлерге қарағанда әйелдерді ұйықтап жатып жүрек тоқтау қаупі жоғары. Әрине бұл өте қиын. Әйелдердегі жүрек ауруын диагностикалау өздігіңізбен қорылдың себебін анықтай алмайсыз. Тек дәрігерге ұйықтап жатқандағы қорылдың себебін біліп, жеке емдеу шараларын жүргізгеніңіз дұрыс. Оған қоса міндетті түрде анализ және аппаратты диагностикасында диагностикалық зерттеулер жүргізіңіз. Өзіңіздің денсаулығыңызға өзіңіз қараңыз. Есіңізде болсын, кейде қорыл лор органдарының ауруларымен байланысты болуы да мүмкін. Сол үшін міндетті түрде кешенді зерттеулер қажет. Ең алдымен кез келген жоғары тыныс алу мүшелерінің инфекциясын жіті емдеп, мұрындағы полип сынды ауруларды анықтаған дұрыс. Ақпарат сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып сақтап алуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліңіздер. Сау болыңыздар.